Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай қоян ойыншығының тоқылуын көрсеткім келіп тұр. Бұл қоянды мен андай джинс жібінен тоқыдым. Турецкий пряжадан. Киіміне мынандай российский пряжа қолдандым. Тоже жақсы шығады екен. Джинс Астра деген хлопок, акрил составында. 2,5 крючокпен тоқыдым. Қайшы, үлкен ине қажет болады. Көздерін мынандай 14 мм көзді қолдандым. Бұл видеомда ойыншықтың аяқ қолын және құлағын тоқитын боламыз. Ал ендеше бастайық. Алдымен қоянның осындай аяғын тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруmiге 6 столбик без накида тоқып аламыз. Bir, екі, үш, төрт, бес, 6 столбик без накида тоқыдық. Енді мына жіпті тартамыз. Енді әр петляға прибавка жасаймыз. Әр петляға 2 столбик без накида тоқылады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мен әр қатарда осындай жіпті қолданамын. Келесі үшінші қатарымызда 1 столбик, 2 прибавка. 1 столбик, келесіне прибавка. 1 столбик, прибавка. Бізде қатарда 18 петля болып шықты. Енді келесі төртінші қатар. Екі столбик без накида. Келесіне прибавка. Бір петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Бізде 24 петля шығу керек. Келесі 5-ші қатарда 3 столбик без накида. 1, 2, 3, келесіне прибавка. Осылай
қатардың соңына дейін 6 рет қайталаймыз. Бізде 30 петля болып шығу керек. Енді келесі 6-шы, 7-ші, 8-ші 3 қатарды 30 столбик без накидадан тоқып шығамыз. Мінекей осылай 3 қатар 30 столбик без накидадан тоқып шығуымыз керек. Енді келесі 9-ші қатарда 12 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Енді 6 убавка. Енді қалған 6 столбик без накида тоқимыз. Бес, 6. Келесі 10-ші қатар тоқимыз. Тағы да 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Енді 3 убавка жасаймыз. Бір убавка. Екінші убавка. Үшінші и қатардың соңына 6 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6. Бізде 21 петля шықты. Келесі 11-ші қатар. Тағы да 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Енді бір убавка жасаймыз. Соңына дейін 7 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7. Бізде 20 столбик без накида шықты. 20 петля. Келесі 12-ші, 13-ші қатар, 2 қатар 20 столбик без накида тоқып шығамыз. Келесі 14-ші қатарда 12 столбик без накида тоқимыз. Мен ішіне осылай синтепон салып қойдым. 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
bir убавка. Қалған 6 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6. Міне бізде қатарда 19 петля шықты. Келесі 15-ші қатар. Тағы да 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir убавка. Қалған 5 столбик без накида. 1 2 3 4 5. Бізде 18 петля шықты. Келесі 16-ші қатарда тағы да 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir убавка. И қалған 4 столбик без накида. 1 2 3 4. Бізде қатарда 17 петля болып шықты. Келесі 17-ші қатар. Тағы да 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir убавка. Қалған 3 петля столбик без накида. 1 2 3. Бізде 16 петля шықты. Енді келесі 18-ші қатар. Тағы да 12 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir убавка. И 2 столбик без накида. 1 2. Бізде 15 петля болып шықты. Келесі 19-ші қатар. Тағы да 12 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir убавка.
bir столбик без накида. Мінекей бізде қатарда 14 петля болып шықты. Келесі 20-21-ші екі қатарды 14 столбик без накидадан тоқып шығыңыздар. Келесі 22-ші қатарда тағы да 12 столбик без накида. Он 11 12 бір убавка. Бізде 13 петля болып шықты. Келесі 23-ші қатар 11 столбик без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и бір убавка. Бізде 12 столбик без накида болып шықты. Енді ішіне синтепонды толтырып, осылай қосып тігеміз. Мінекей мен ішіне синтепонды толтырып шықтым. Енді осы жерден былай біріктіріп тоқып шығамыз. Мінекей осы жерден жіппен қайшымен қиып тастаймыз, ұзынырақ қылып, себебі бұны тігетін боламыз. Мінекей аяғымыз дайын. Дәл осындай екіншісін тоқып шығыңыздар. Енді қолын тоқитын боламыз. Енді ойыншығымыздың қолын тоқитын боламыз. Ол үшін тағы да кольцо амигуруми жасап, ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6. Жіпті тартамыз. Енді әр петляға 2 столбик без накида тоқимыз. 12 прибавка жасаймыз. 1 2 3 4 5 6
2 қатар тоқыдық. Енді келесі 3-ші қатарды тоқимыз. Бұл жерде бір столбик без накида, келесіне прибавка. Соңғы бір столбик прибавка. Бізде 18 петля болып шықты. Келесі 4-ші қатарда 2 столбик без накида, прибавка. Осылай 6 рет қайталаймыз. Бізде 24 петля болып шығу керек. Келесі 5-ші, 6-ші қатарды 24 столбик без накида тоқып шығамыз, 2 қатар. Келесі 7-ші қатарда 6 столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 6 убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді қалған 6 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде қатарда енді 18 петля болып шықты. Енді келесі 3 қатарды 18 петлядан тоқып шығамыз. Келесі 11-ші қатарда 4 столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 1 убавка. Осылай 3 рет қайталап, қатардың соңында бізде 15 петля болып шығу керек. Мен мінеге ішіне синтепон салып қойдым. Енді келесі 12, 13, 14, 3 қатар 15 столбик без накида тоқып шығамыз. Келесі 15-ші қатарда 3 столбик без накида, 1, 2, 3, 1 убавка жасаймыз. Осылай 3 рет қайталаймыз. Қатардың соңында бізде 12 петля болып шығу керек. Келесі 16-ші қатардан 21-ші қатарға дейін 6 қатар 12 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 21 қатар тоқып шықтым. Ішіне синтепон салдым. Енді осылай біріктіріп, осы жерден тоқып шығамыз.
осы жерден жіпті қиып аяқтаймыз. Енді ойыншығымыздың құлағын тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруми жасап, ішіне 6 столбик безнакиді тоқимыз. Кішкентай жіпті тартамыз. Енді әр петляға 2 столбик безнакиді тоқып 12 прибавка жасаймыз. Келесі үшінші қатарымызда 3 столбик безнакиді 1 2 3, келесіне прибавка. 1 2 3 прибавка. Тағы бір рет қайталаймыз. 1 2 столбик безнакиді 3 и прибавка. Бізде 15 петля болып шығу керек. Келесі төртінші қатар. 4 столбик безнакиді 1 2 3 4 прибавка. Тағы 2 рет қайталаймыз осылай. 1 столбик безнакиді 2 столбик безнакиді 3 столбик безнакиді 4, келесіне прибавка. Тағы бір рет қайталаймыз. 1 2 3 4, соңғысына прибавка. Бізде 18 петля болып шықты. Келесі 5-ші қатарда 5 столбик безнакиді 1 2 3 4 5 прибавка. Осылай тағы да 2 рет қайталаймыз. Бізде 21 петля болып шығу керек. 6-ші қатарда 6 столбик безнакиді 1 2 3 4 5 6, келесіне прибавка. Тағы да 2 рет қайталаймыз. Қатардың соңында 24 петля шығу керек. 7-ші қатарда 7 столбик безнакиді 1 2 3 4 5 6 7, енді прибавка. Осылай тағы да 2 рет қайталаймыз. Қатардың соңында 27 петля шығу керек. 8-ші қатарда 8 столбик безнакиді 1 2 3 4 5 6 7, 8-ші столбик безнакиді прибавка.
Осылай тағы да екі рет қайталаймыз. Қатардың соңында 30 столбик без накида, 30 петля шығу керек. Келесі 9-шы қатардан бастап 20-шы қатарға дейін 13 қатар 30 столбик без накидадан тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 13 қатарды тоқып шықтым. Келесі 21-шы қатарды тоқимыз. Ол үшін 8 столбик без накида, 1 2 3 4 5 6 7 8 бір убавка, тағы да екі рет қайталаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 бір убавка, тағы бір қайталаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 убавка. Бізде 27 петля болып шықты. Енді келесі 3 қатар 22, 23, 24, 27 петлядан тоқып шығыңыздар. 3 қатар. Келесі 25-ші қатарда 7 столбик без накида, 1 2 3 4 5 6 7, келесі убавка, бір убавка жасаймыз. Тағы екі рет қайталаймыз осылай. 1 2 3 4 5 6 7 бір убавка. Соңғы қайталаймыз тағы да. 1 2 3 4 5 6 7 убавка. Бізде қатарда 24 петля шықты. Енді келесі 3-ші қатарда 3 қатар 24 столбик без накидадан тоқып шығыңыздар. 29-ші қатарда 6 столбик без накида, 1 столбик без накида, 2 3 4 5 6 бір убавка. Осыны екі рет қайталаймыз. Тағы да 6 столбик без накида, бір убавканы. 1 2 3 4 5 6 убавка. Тағы бір қайталаймыз. 1 столбик без накида, 2 3 4 5 6 убавка. Бізде қатарда 21 столбик без 21 петля болып шықты. Енді келесі 30, 31, 32, 3 қатар 21 петлядан тоқып шығыңыздар. 33-ші қатарда 5 столбик без накида, 1 2 3 4 5 бір убавка. Тағы да қайталаймыз. 5 столбик без накида, бір убавканы. 1 2 3 4 5 бір убавка. Тағы бір қайталаймыз. 1 2 3 4 5 убавка. Бізде 18 петля болып шықты. Енді келесі 3 қатарды 34, 35, 36, 3 қатар 18 петлядан тоқып шығыңыздар. 37-ші қатарда 4 столбик без накида, 1 столбик без накида, 2
3 4 bir убавка, тағы 2 рет қайталаймыз. Bir столбик без накида, 2 3 4 bir убавка, соңғы қайталаймыз. Bir столбик без накида, 2 3 4 bir убавка, бізде қатарда 15 петля болып шықты. Енді келесі 3 қатар 38, 39, 40-ты осы 15 петлядан тоқып шығыңыздар. Келесі 41-ші қатарда 3 столбик без накида, 1 2 3 bir убавка, тағы да 2 рет қайталаймыз. 1 2 3 bir убавка, тағы соңғы рет қайталаймыз. 1 2 3 убавка. Бізде 12 петля болып шықты. Енді соңғы 2 қатарды 42-43-ті 12 петлядан тоқып шығыңыздар. Ең соңында осылай біріктіріп екеуін тоқып шығамыз. Жібім аяқталып қалды мына жерден. Осылай мінекей тоқып шығамыз. Екінші құлағында тоқып шығыңыздар. Келесі видеоларда денесін, басын тоқитын боламыз ойыншықтың.